Сіздер ойланып көрдіңіздер ме? Неге кейбір адамдарды тыңдағанда демімізді ішке тартып, үнсіз отырып қаламыз да, басқаларды ең мейірімді, көмекке дайын болып жүргендерді жай ғана елемейміз? Неге олардың адалдығы мен мейірімі ешкімге қажет болмай қалады да, соларды біреулер өздерінің пайдасына пайдаланып кетеді? Біз жиі ойлаймыз: мен жақсы боламын, қолынан келгенше көмектесемін, үнемі қол ұшын беремін, сосын мені бәрі жақсы көріп құрметтейтін болады. Бірақ көзіміз жеткендей, өмір бізге мүлде басқа нәрсені үйретеді. Құрметті болу мен ыңғайлы болу — бұл екі жол. Бірақ сенесіз бе, олар бір-бірімен ешқашан қиылыспайды. Ешқашан. Тіпті кейде сіздің ең жақын адамдарыңызда сіздің көмекке деген дайындықты, шексіз иә деген сөздеріңізді жай ғана көруді, немесе тіпті оны өз пайдасына пайдалануды да өздеріне лайық деп санайды. Енді мен сіздерге осы видеода айтайын деп отырған 5 қателікті көрсетейін. Бұл қателіктер сіздің абыройыңызды қалай түсіретінін және сол қателіктерді қазір қалай түзету керек екенін айтып, өміріңізді қалай өзгертетінін түсіндіремін. Мұның бәрі сізге қажет. Бірінші, ең басты қателік — бас тартудан қорқу. Әркімнен сұрау келгенде біз жиі иә деп жауап береміз. Неге? Себебі біз көмек көрсету арқылы жақсы көрінеміз деп ойлаймыз. Бірақ бұл біздің иә дегеніміздің қадірін кетіреді. Ол енді ешкімге қажет болмайды. Сіздің уақытыңыздың, күшіңіз бен энергияңыздың бәрі бір сәтте ешқашан қайта оралмайтын ресурсқа айналады. Егер сіз әркімнің сұрауын орындап, өз істеріңізді елемей жүрсеңіз, адамдар сізді ешқашан құрметтемейді. Сондықтан сіздің шекараларыңыз, менің досым, маңызды. Екінші қателік — әрдайым кешірім сұрау. Қараңызшы, сіз күнде неше рет өзіңізді кешіріп жүрсіз. Кешіріңіз сұрауға бола ма? Немесе кешіріңіз, менің сізді мазалағаным үшін, дейді. Мұндай сөздер сіздің қадір қасиетіңізді төмендетеді. Бірақ өзіңізді кешірім сұрау арқылы сіз өзіңізді құнсыздандырасыз. Өмірде ең маңызды нәрсе өз болмысыңызды қабылдау. Егер сіз шынымен бір қате жасаған болсаңыз, сол үшін кешірім сұраңыз. Бірақ өзіңіз болғаныңыз үшін ешқашан кешірім сұрамаңыз. Ешқашан. Үшінші қателік — барлығына ұнауға тырысу. Ал енді осыны ойлаңызшы, сіз әрқашан барлығына ұнауға тырысамын деп жүрсіз бе? Біреуге көңіл бөлу үшін, басқаларға ешқашан қарсы шықпаймын деп өз пікіріңізді ұстанбайсыз ба? Адамдар үнемі сіздің ұстанымыңызға құрмет көрсетеді, егер сізде өз пікіріңіз, өзіңізге сеніміңіз болса. Қанша адам болмасын, олардың барлығы сізге қарсы шықса да, сіздің пікіріңіз маңызды. Ал бұл досым, адамдардың сізге деген құрметін туғызады. Ең бастысы, өзіндік тұжырымдарымыз болуы керек. Олар сіздің шын мәніндегі жеке қасиетіңіз. Төртінші қателік — артық ашықтық. Кейде біз барлық әлсіздіктерімізді, проблемаларымызды ашып айтып, адамдарға жақындай түсетінімізді ойлаймыз. Бірақ бұл тек бізді осал етеді. Жоқ, достым, өз жоспарыңызды, әлсіздіктеріңізді, проблемаларыңызды барлық жерде айту керек емес. Өзімшіл болу деген осындай болады. Адамдар өз ішіңіздегі күшті сезінген кезде ғана сізді сыйлайды. Сондықтан бұл өте маңызды. Өз құпияларыңызды сақтаңыз. Енді 5-ші қателік туралы айтпай кетсек болмайды. Құрмет, мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Егер сіз шынымен құрметке ие болғыңыз келсе, басқаларға оңайлықпен қол жетімді болмай, оларды өз шекараларыңыздан өткеріңіз. Құрмет тек шекараларды қою арқылы пайда болады. Сіз біреуге «менің уақытым маңызды, мен өзіме тұруға құқығым бар» деп көрсеткенде, олар сізді әлде қайда көп құрметтейді. Көрдіңіздер ме, досым? Егер осы қателіктерді қазір түзетіп, өз шекараңызды белгілей білсеңіз, әлем сізге құрмет көрсететін болады. Я, сіз басқалардан өзгеше боласыз. Бірақ оны сезінетін адам өзіңіз боласыз. Мен сіздерге осы қателіктер туралы айта отырып, қандай да бір эмоцияларды сездіргім келеді. Бұл өте маңызды, достарым. Егер сіз өз өміріңізде жоқ деп айту арқылы көптеген адамдардың көзінде құрмет тапқан болсаңыз, осы пікірге мені таң қалдыратын оқиғамен бөлісіңіз. Каналыма тіркеліңіз. Мұнда біз бірге өмірдегі маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Мен сіздерге көмектескім келеді, достарым.
өмірде біршама қиындықтарды жеңіп, абырой мен құрметке қол жеткізуді қалайсыз ба? Тіркеліңізде осындай күшті тақырыптармен әрі қарай бірге болыңыз. Мен сіздермен бірге боламын. Бірге күшті боламыз. Сіздерге тыныштық, жайлылық және қуат тілеймін.